мүмкін. Мектеп жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін мекеме. 2022-2023 оқу жылында Қадырмыз Әли атындағы жалпы орта мектебіне қандай құрал жабдықтармен қамтылып, жаңа өзгерістер әкелгенін көретін боламыз. Оқушылардан сұхбат алып, олардың ойларын білеміз. Кеше кеттік. Еңбек кабинетінде осындай құрал жабдықтармен жұмыс істеуді үйрендік. Биылғы оқу жылы мектебімізде телестудия ашылған еді. Серпін пресс-клубында бүгінгі күні 10-нан астам оқушылар өз қызығушылықтарын танытып жұмыс жасайды. Олар видео түсіріп, оны әлеуметтік желіге салады. Қазіргі күні біздің оқушыларымыз сұхбаттасу үстінде. Мектебімізде тігін бөлмесі ашылды. Тігін бөлмесі осындай құрал жабдықтармен жабдықталды. Мына тігін машинасы. Қазіргі таңда осындай кабинетпен жұмыс жасауды үйреніп жатырмыз. Биылғы оқу жылында STEM лабораториясы ашылған болатын. Бұл лаборатория қазіргі таңда көптеген жабдықтармен қамтылған. Мысалы, 3D құрылғысын айтатын болсақ, осы арқылы біз көптеген пішіндерді жасап үйреніп, тіпті одан шахматты да жасауға болады. Биылғы оқу жылында бізде арт-студия кабинеті ашылды. Біз бұнда сурет салып үйренеміз. Бізде мынандай суреттер салынған. Осы оқу жылында бізге жаратылыстану бағытында көп көңіл бөлінген болатын. Соған байланысты химия кабинеті органикалық және биорганикалық химиялық модельдермен, сонымен қатар тақырыптық коллекциялармен толықтырылды. Мінекей Қадырмыз Әли атындағы жалпы орта мектебінде осындай өзгерістер енгізіліп, түрлі құрал жабдықтармен қамтылған болатын. Біздің оқушыларымыз биылғы оқу жылында көптеген аудандық, облыстық, республикалық байқауларға қатысып, дипломдардың, алғыс кубоктардың иесі атанып марапатталған болатын. Алдағы оқу жылында ұстаздарымыз бен оқушыларымызға сәттілік